Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге ұмыт болған қазақтың тағамдарының бірі әсіпті дайындап көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен жылқының ішегін, қартасын жуып тазалап, бездерін алып тастап дайындап аламыз. Одан кейін жылқының өкпе бауырын және қойдың тұздалмаған құйрық майын алып, ет тартқыштан өткізіп, бір араластырып аламыз. Және үстіне тұзын қосамыз, қарабұршын қосамыз. Сосын салқын суға жуып, дайындап қойған күрішімізді қосып, барлығы бір келкі болғанға дейін араластырып, дайындап аламыз. Піскен кезде күріші қатты езіліп кетпес үшін салқын суда жуып қосқан дұрыс болады. Міне барлығы дайын. Енді ет тартқыштың көмегімен осы түтікшеге ішекті кигізіп отырып, ішектің ішіне етті өткізетін боламыз. Ішектің ішін етке толтырғаннан кейін екі жақ шетін кәдімгі қазы байлағандай қылып, екі жақ шетін жіппен байлап, түйіп қоямыз. Және қартаның да ішіне осылай етті өткізіп, қартаның екі жақ шетін жіппен байлап, түйіп аламыз. Дайын болған әсіптерді холодильникке салып, сақтап қойсаңыздар да болады, немесе бірден пайдаланып жесеңіздер де болады. Мен дайын болғаннан кейін 1-2 сағат осы бөлме температурасында қойып, әсіптің екеуін де буға қайнатып дайындап алдым. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Әсіптің екі түрін ысылай жесеңіздер де болады, немесе салқын күйінде жесеңіздер де болады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, тегін лайкты басып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазып қалдыра кетіңіздер.